Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Айша тағам арнасы. Менің арнама қош келдіңіздер. Сіздерге бүгін түрік пахлавасының өте оңай әрі жеңіл жолын ұсынатын боламын. Сол себепті жасап көріңіздер, балапандарыңызды қуантыңыздар. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Бізге қажетті ингредиенттердің мөлшерін видеоның астына қалдырып кетемін. ұн, қобдытқыш, бір жұмыртқа, тұз, кәдімгі сұйық май және де сүт қажет. Ең алдымен құрғақ ингредиенттерімізді араластырып аламыз. Ұнымызға қобдытқыш, тұз қосамыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін бір жұмыртқамызды қосып, осылай қолымызбен шайқап аламыз. Ұнды көп қоспаймыз. Көрсетілген мөлшер бойынша ғана қосып аламыз. Оның бетіне сұйық май қосамыз және де бірден салқын сүт қосамыз. Мен бүгін осылай миксерлейтін боламын, бірақ қолмен елесеңіздер де болады. Осылай қатты шамамен 5 минуттай басып аламыз. Қараңыздар, қамырымыз дайын. Қамыр өте жұмсақ болады. Қамырдың басқа артық ұн қосудың қажеті жоқ. Себебі тағы ұн қоссақ, қамырымыз қатты болып қалуы мүмкін. Піскен кезде нанға ұқсап қалуы мүмкін. Сол себепті басқа ұн қоспаймыз. Көрсетілген мөлшер бойынша ғана сақтаңыздар. Және осы күйінде бетін жауып жарты сағатқа жібереміз. Жарты сағат өтті, қамырымыз жақсы демалды. Енді бізге керегі 100 грамм крахмал мен 100 грамм ұн қажет. Яғни 50-50 болу керек крахмал және де ұн. Міндетті түрде крахмал қосуымыз қажет. Қамырымызды ұн мен крахмалға малып, осылай бөліп аламыз, бөлшектеп аламыз. 5 бөлікке бөлдім. Енді жаятын кезде бетіне ұн мен крахмалымызды сеуіп, аямай сеуіп жаятын боламыз. Дәп қазір қатты жұқа қылып жаймаймыз. Осылай орташа етіп жайып қоямыз. Енді қалған 4-еуінде тура осылай орташа күйде жайып аламыз. Негізі бұл тесто өте оңай жайылады. Еш қиындығы жоқ. Себебі құрамында сұйық май және де сүт бар. Ал жұмыртқа болса оны үзбей жайылған кезде жыртылмайтындай ұстап тұрады. Қараңыздар, мен 5-еуінде жайып болдым. Енді осылардың үстінен, барлығын үстінен жаятын боламын. Еш қорықпаңыздар, олар бір-біріне жабыспайды. Себебі ортасына сіздер крахмал қосқан болатынсыздар. Крахмал бір-бірін жабыстырмай жақсы ұстайды. Байқасаңыздар, қамырымыз өте жұқа, жұмсақ, әрі жабысқан жоқ, иә? Қараңыздар, жабыспай, барлығы біркелкі болып шыға келді. Тестамыздың барлығын жайып болғаннан кейін барлығын ажыратып, жеке-жеке бөлікке бөліп қоямыз да, осылай формамызға саламыз. Формамызды міндетті түрде сары маймен айландырып шығамыз. Одан кейін осылай формамызға тестамызды саламыз. Міндетті түрде артық бөлігін кесіп, сары майымызды жағып, оның бетіне тағы да қамырымызды қоямыз. Әрбір жаймамыздың ортасына сары майды жағатын боламыз. Негізі түрік пахлавасының техникасы бойынша әрбір бөлігіне грек орехын қосып қажет емес. Ең астыңғы бөлігінде осылай 5-6, кем дегенде 7 слой грек орехын қоспай қатпар болу керек. Қамырымыздың мықтылығы соншалық, осылай қолмен соссақ та жыртылмайды. Сол себепті кішкене осылай созып салсақ дұрыс болады. Неғұрлым жұқа болса, соғұрлым біздің пахлавамыз шығатын болады. Мен грек орехін алдын ала дайындап алған болатынмын. Оған міндетті түрде қант қосып, араластырып, тестамызға осы бір бөлігіне ғана себетін боламыз. Енді бетіне қалған жаймамызды жайып шығамыз. Әр бөлігіне міндетті түрде сары майды жағуды ұмытпаймыз. Барлық жаймамызды салып болдық. Енді жиыстырып, бұлай біркелкі етіп кесіп шығамыз. Негізі піскеннен кейін де кесе болады. Бетіне қалған сары майымызды құйып шығамыз. Пахлавамызды 190 градуста 40-45 минутқа жібердік. Сол аралықта біз сироп дайындауымыз қажет. Суға қант және бал салып, осы массамызды
газға қойып 20-25 минуттай қайнатамыз. Осылай сәл ғана қызаруы тиіс. Сол аралықта сироп та дайын болды. Бірден бетіне құйып тастаймыз. Екеуі де ыстық болып тұр. Ыстық күйінде сиропымызды құямыз. Енді осы пахлавамызды міндетті түрде 2 сағатқа бөлме температурасында бетін жабық күйде қойып қоямыз. Сол кезде сироппен бірге бірігіп, дәмі керемет болып шығады. Қараңыздаршы, көздің жауын алады. Осы әдіспен, осы рецептпен жасасаңыздар, сіздердің де қолдарыңыздан келеді. Сол себепті жасап көріңіздер, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Ал егер де рецепт ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта сәтті рецепттерді жіберіп алмас үшін қоңырауды басып қойсаңыздар болады.